Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Рио. Бұл видеоны мен, бір попытканы түсіргім келіп отыр. Сол себепті видеоны мен сіздерді толық таныстырып өтейін. Бұл видеода біз Memento Mori гильдиясы, яғни біздің Қазақстанның сүйкімді тиктокершасы Offpage'дің гильдиясының сеттерін бағалайтын боламыз. Ал видеоны тіркеліп лайк басып кет, арнаға жазылып кет, комментарияң жазып кет. Если гильдияға проверка өткің келсе, онда осы сілтеменің описанияның астында біздің гильдияға проверка фан беседаның ссылкасы болады. Сорада өтіп өзің бағыңды сынасаң болады. Все, удачи саған. Ал біз сеттік бағалауға кеттік. Ең бірінші гильдияда сүйкімді біздің лидеркамыз Offpage'дің сетін тексеретін боламыз. Ал ендеше Offpage'дің сетін көрейік. Воу, май гад! Чо за тумар, шап тумар. Мынау не деген сет просто. Сет емес, сетище. Артқа кіріп жатыр демеңіздер просто. Серьезно, мынандай сетке қалай басың кетпейді. Әппақ киініп апты өзде. Базар жоқ. Енді оның жігіт болсаң айт, оның сетін явно екі аккаунтта да кім отыратыны белгілі. Өзінің де жігітінің де аккаунтынан әрине бізде Offpage отырады. Айтпақшы, мынаған баға беруді кеттім. Бұған мен 10 деген баға берем, өйткені маған әппақ киімдер, полный әппақ сеттер ұнайды. Ал ендеше екінші неге мән берейік. Ал бұл сетті бағалайтын болсақ, то есть мен бағалайтын болсам, бұл сетке мен беремін баға 8 деген баға берем, өйткені біріншіден ерекше сет, екіншіден ешкім біртүрлі раздражающий, өткені көп нелер бар. Бірақ если розовый цветті жақсы көретін болсаңыздар, бұл сет вообще 100 деген баға беретін. Ал мен розовый цветті жақсы көрмеймін, өкінішке орай, өткені мен енді розовый цвет еркекке жараспайды. Ал так что келесі адамға кеттік. Келесі адам бізде Мори Ерлан. Бұл Offpage'дің оң қолы, оң аяғы, вообще гильдияда офицер, почти гильдияға почти емес, по идее, ең бірінші кірген адам олса гильдияға Мори Ерлан. Бұл баланың сетін қарайық десек, бұл баланың сеті енді бұл білейме, Ерлан деген сетті ауыстыра береді. Если честно, без вкусица. Мен бұл сетке мен баға берем 6 деген. Өйткені бір жағынан үстіндегісі, басындағысы, бұтындағысы бір-біріне үйлеспейді. Даже 5 деген баға берем. Өйткені мына шлепка. Чёртский шлепка үшін мен 5 деген баға берем. Ал былай Ерланның адамгершілігіне мен 10 миллион деген баға берем. Ал енді кімнің сетін қарасақ болады. Енді очередьпен көрейік сеттерді. Әпсе шадасып кетеміз қазір. Бізде Мори Арчи. Айбай, не деген саққал мынау, братишка. Жасыңа жетпей не деген саққал мынау. Сетке баға берейін. Үстіндегісі, потындағысы, аяғындағысы дирский. Шапкасы мен бетіндегі сақалы жараспайды. Так что біз Арчиге 10 где-то. Давай 6 деген баға берем. Ерландыкіне қарағанда нормально. Енді бізде келесі бала Гром. Енді не донатерский, по идее, аккаунт или донатерский ма мен білмеймін. Зато негін өзгертті, красавчик уже. Сетіне мен 4 деген баға берем. Өйткені енді бір жағынан не донатерский, енді если донат салмайтын болса, онда нормально сет. Если донат салатын болса, онда мына сет өзіне жараспайды. Келесі адам бізде Мори Ензо. Мына бала енді донатер екені көрініп тұр. Алайда сіздердің ойларыңызды білмеймін. Менің ойымша маған водолазка мүлде жараспайды. Жараспайды дегенде қалай? Водолазкамен басқа киімдерді үйлестіру сәл қиынырақ. Так что бірақ енді чисто дефолт киім, енді 6 деген баға берем. Ерландыкінен жақсы өткені. Вот Килуа, міне енді Килуаның водолазкасы өзіне сәл жарасып тұр. Өткені шашы енді фастерский болып тұр. Енді фастерлерге киім ұнайды. Мына сет жеңіл көрінеді. СНС ойнаған кезде жеңіл болады. Енді мына сетпен явно турнир игрок болсаң, жараспайтын. Серьезно айтайын. Бұған 7 деген баға берем. Ерландыкінен шүкір. Алинаның енді типичный девчачий сеттер. Бұған баға беретін болсам, баға берем, короче. Где-то енді қыздардың сеті бойынша мен баға беретін болсам, 5 деген баға берем. Өйткені басы ұнайды, базар жоқ. Денесі более-менее болады. Енді футболка
онша ұнамайды. Поты енді жараспай тұр явно. Бірақ бүйтіп қарас. Бірақ аяғындағы кроссовкасы нормально. Вроде бұған берем сол 5 деген баға. Давайте әрі қарай тез қимылдамасақ, әрі қарай бір видеомыз ұзақ болып кетейін деп тұр. Так что Алекенің бағасына мән берейік. Бұл сет енді, бұл сет. Асты-үсті енді дефолтный сет енді прям асты-үстіне мен онда 10 деген баға беретінен енді пұтын үйлестіре алмапты. Білмеймін, нормально шалбары болмағандықтан ба, әлде өзі осылай қалағандықтан ба, мен бұл сетке беремін баға берсе, мен бұл сетке 10-6 деген баға берем. Слишком дефолт. Бұл біздің жесткий, мощный игрок. Бұл еще орыс, қазақша сөйлемейді. Бәрі мен видеомды көрмейді. Бұл зато мен бұған баға беретін болсам, бұл андай түрі өзіне айнымайды. Прям өзінің суреттегі түрі енді сәл прям өзіне айнымайды. Сол үшін мен өзіне айнымаған үшін бұған 10-7 деген баға берем. Бізде келесі адам Деку, Мори Деку. Мори Деку явно 10-1 деген баға берем. Өйткені просто ас-үстімен сетке салған, алмаған бұл динозавр ұнамайды. Так что Мори Деку екеуміз осы жерден бастап маған ренжіп қалма, короче. Ал Шикареннің несіне баға беретін болсам, Шикареннің киімі явно турнир игрок екені көрініп тұр. Бір оригинал Шикарен бұл, короче, пролига ойнап жүрген. Бұның сетіне баға беретін болсам, донатерске. Если сен донатер адам болсаң, явно донатерлердің киімі. Мен бұған 10-7 деген баға берем. Өйткені донатерлер оценит, в общем. Бірақ мен донатер емеспін, бірақ енді прям турнирный игрокқа бұл сет жарайды. Мёрчик, мёрчик деппін ғой. Мёрмиктің сетіне баға беретін болсам, басы үсті поты вообще жараспайды. Енді өзі де білет жараспайтын, әлде өзі осындай, выкусы осындай ма, білмеймін. Мен бұған 10-3 деген баға берем. Әрі қара маған ренжімейсіңдер деген үміттемін, бірақ бұл игрокқа енді бұндай сеттер жараса береді. Келесі Харди, осы Хардидің сетіне басым кетеді кәдім бар ғой. Бұрынғы біреудің сеті ұмытып қалдым, кімнің сеті екенін, бірақ осы сет білмеймін, осы Хардидің сетін көрсем басым кетеді. Натурин дерзкі сет. Мен бұған 10-8 деген баға берем. Өйткені осы сетті көрсем мен олд кездерім есіме түседі. Бізде Триникс или Тринукс или Триникс білмеймін. Бұл сет маған ұнайды. Серьезно айтайын, бұл сет маған ұнайды. Өйткені бұл сетте ақ киімдердің сочетаниясы бар. Маған өткенде ақ киімдер ұнайды дейін, бірақ тәбішкісі жараспай тұр. Сол себепті мен бұған 10-7 деген баға берем. Өйткені тәбішкіні ауыстыр братишка бір әппақ кроссовкеге ма болмаса көк тәпішкі бар емес пе, сол тәпішке ауыстырсаң вообще тема болып кетеді. Не Найт, Найттың киімі бізде. Найт деген өзі пофиг киіндіріп тастаған ба, бір бәле. Мен бұл слишком андай раздражающий сет. Так что мен бұл сетке баға беретін болсам, бұл сетке мен 10-4 деген баға берем. Бағана кімнің сетіне қарағанда сәлде осы нормально. Бізде Зефирканың сеті асты үсті бір-бірімен сочетается. Сочетание ұрып тұр. Басы енді білмеймін, шашын ауыстырғанда вообще тема сет болатын еді. Бірақ енді басы енді базар жоқ. Асты-үстімен келісіп тұр, бірақ бұл шаш бір түрлі өзі. Ескіріп кеткен шаш па, маған ұнамайды ма? Мен қыздардың бағалауы бойынша мен бұған 10-6 деген баға берем. Келесі игрок бізде Фудидің сеті маған бұл да бір олд кездерді есіме түсіреді. Бір алайда бұты базар жоқ. Асты-үсті әдемі жарасып тұр. Басы да нормально жарасып тұр. Тәпішкісі де өзіне болады. Бірақ кроссовка кигізгенде вообще тема кетіп қалатын еді. Алайда мен бұған 10-6 деген баға берем. Ерекшелігі үшін 10-7 деген баға қосайын. Так что келесі адамға кеттік. Томастың киімі бізде енді асты-үсті өзіне жарасатын сияқты бір түрлі. Бірақ үстімен маскасы жарасады, шашы. Енді бұл шаштар, осындай шаштар маған ұнамайды, білмеймін неге екен. Так что мен бұл балаға баға беретін болсам, 10-да давай 5 деген баға берейін. Өйткені білмеймін, бір түрлі. Поло бізде турнирный игроктың сеттері осындай ма, білмеймін. Бұл сет вообще асты-үстін киге салған, просто вообще идея деген қайда, братишка оғанда менімен құрдас. Братжан дейін, мен бұл балаға сет ұнамады, честно говоря, 10-3 деген баға берем. Бізде келесі адамның сеті Пика өзі разнообразие болғысы келді ма, білмеймін. Асты-үсті жараспайтын сияқты менің ойымша, бірақ маскасымен сәл жарасып тұр. Маскасы сәл потына келеді, бірақ андай арктический синийдің маскасы болғанда вообще тема болып кететін еді.
Бұл сет бірақ өзіме что-то ұнап тұр. Енді маскасын ауыстыру керек. Маскасын ауыстырса вообще пушка болады, пушка. Сол себепті мен 10-7 деген баға берем. Эмилидің сетіне баға беретін болса, мен де бағанағы кімнің сетімен ұқсас. Так что бұған да 6 деген баға берем. Айоканың сеті енді более-менее әдемі, енді прям май гад болып тұр. Так что Айоканың сетіне мен баға беретін болсам, где-то давай 7. Давай 8 бағана Айжананың киіміне әдем болып тұр. Соң киім сияқты, бағана Заңғардың киім сияқты. Бізде келесі игрок Макави. Сен сетіңе баға беретін болсам, если честно, фастерский сет, базар жоқ. Шапка осы, шапка білмеймін, біртүрлі әдем өзіше. Көзімен бұтын жарастырғысы келді ма, сондай бірдеңе сияқты. Так что мен бұған 6 деген баға берем, дефолт. Рио, пошел вон, Рио, вообще 0 деген баға берем mesela. Жетсу Женаға баға беретін болсам, ерекше кроссовок киіммен үстіндегісін жарастырғысы келген, цветтері бір-біріне келеді, қызыл жақтары үстіндегі сетіне, көк жақтары бұтындағы сетіне, басы, енді бұл балаға мен 6 деген баға берем. Агушаның сеті бізде, фастерский сет, енді базар жоқ, очкиін ауыстыру керек. Очкиін ауыстырса, былайша дефолт сет бұл. Дефолт сеттерге мен 6 деген баға беріп жатырмын. Көріп жатқан шығарсыздар. Саймон әлде де әдемі киіндіруіңе болатын еді, алайда басы мен үстін досым жаңға ұқсатқысы келді ма, білмеймін. Бұл сетке мен 5 деген баға берем. Сенің складыңмен әлде де шәмәл разнообразие істеуге болатын еді. Өзенбек Арс енді недонатерский екені көрініп тұр, или заменамен ойнайма. Мен Өзенбек Арсқа 2 деген баға берем. Өйткені маған осы үстіндегі ұнамайды, біртүрлі шетелдерді есіме салады. Айсын сеті бізде ерекше екен. Айсын сетіне ерекшелік үшін 4 деген баға берем. Енді общий сетті алатын болса 1 деген баға қосатын едім. Так что 5 деген балды мен Айсқа ма деп жабыстырып беріп жіберем. Келесі игрок бізді Кетчуп. Кетчупқа мен баға беретін болсам, Кетчуп әлде де разнообразие істеуіңе болатын еді, алайда ренжіме, саған 4 деген баға берем. Келесі игрок Аңтың сеті маған бір түрліше недонатерский, бәрі донатерский сеттер болып көрінгенмен, как мне недонатерский әлде де складты жөндеуіне болатын еді, үстіне андай торс киіп алса вообще жестко болатын еді. Так что мен бұл Аңт деген балаға 5 деген баға берем. Нензо, дефолт, слишком дефолт. Дефолтта даже 6 емес, 4 деген баға берейін, ренжімесең. Сакутаның сеті бізде донатерский лау. Нормальный сет. Сакута мен саған осы нормальный сет. 5 деген баға берейін, ренжіме. Рио вообще сөйлемеші, 0 деген баға берем мен саған. Мори братиктің складын білем, бұдан да әдемі сеттер құруға болады. Так что 3 деген баға берем, маған сет ұнамады. Жалпы асты үстін қара, міне үсті, сосын аяқ киімі, боты, басы әдемі жарасып тұр, маскасы вообще жемен. Так что сонда да 3 деген баға берем. Келесі игрок бізде Зарина, Токионың сетімен аккаунтымен ойнап жүрмін, білмеймін. Әйтеуір Зарина, Кюзер Зарина, оригинал Зарина. Мен бұған баға беретін болсам, давай мен баға берейін. Ал 7 деген баға, осы үстіндегі мына мысықтың несі ұнайды маған, лапалар және қолдарында. Касенов. Касенов. Просто сетке салған 1 деген баға берем. Осы мен біздегі, мен өзім сетім бағаламаппын, мен өзім сетім вообще ұнамайды өзіме. 0 деген баға берем. Осы видео сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайкты басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Моментум Мори гильдиясына проверка өткілеріңіз келсе, осы описанияда сілтемелер болады, немесе тегін оттяжка алғыларыңыз келсе, телеграм сілтемесі болады, болмаса маған тіркелем десеңіздер, мен араласам десеңіздер, менің ВК сілтемем болады. Осының астына кіресіздерде тіркеліп кете саласыздар. Зато маған приятно. Қош сау болыңыздар.